Аслым мен Жандос алғаш рет студент кездерінде танысты. Екеуі де бір университетте, бірақ әртүрлі факультетте оқитын. Аслым филология факультетінде, ал Жандос экономика саласында білім алып жүрген болатын. Ол кезде екеуі бір-бірін танымаса да, тағдырдың тоғыстыруы күтпеген жерден орын алды. Күздің әдемі бір күні университеттің ауласында дос қызымен әңгімелесіп тұрған Аслымға Жандос назар аударды. Ол бойжеткеннің жайдары мінезі мен күлімсіреген көздері бірден көзге түскен еді. Әрі-бері жүріп, досының жанынан еріп жүрген ол ақыры жігерін жинап, қызға жақындап танысуға бел буды. «Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, біз бір жерде кездестік пе?» деп Жандос әзіл аралас сұрақ қойды. Ол қыздың бірден назарын аудару үшін ерекше бір әңгіме бастағысы келді. Аслым жігіттің тікелей келген батылдығына таңырқап, күлімсірей қарады. «Жоқ, кездескен жоқпыз деп ойлаймын. Бірақ енді танысып тұрмыз ғой», деді ол сыпайы түрде жауап беріп. «Мен Жандоспын. Экономика факультетінде оқимын, ал сіз ше?» деп сұрасты Жандос, әңгімені әрі қарай жалғастыруға тырысып. «Аслыммын. Филология факультетінде оқимын», деді ол қысқа ғана, бірақ жылы жауаппен. Осылайша алғашқы таныстықтың алғашқы әңгімесі қарапайым болғанмен, Жандос үшін бұл кездесу ерекше болды. Ол қыздың жан-жақты екеніне көз жеткісі келді. Бір-екі күн өткен соң Жандос Аслымды кездейсоқ тағы көріп, университеттің кафесінде кофе ішуге шақырды. Бастапқыда сәл қысылғанмен, Аслымды шақыруды қабыл алып келісімін берді. Кафеде отырған кезде әңгіме өзінен өзі ағыла кетті. Аслым әдебиетке деген қызығушылығы туралы айтып, сүйікті кітаптары мен оқыған шығармаларын бөлісті. Жандос та экономикадағы қызық оқиғаларын айтып, өз армандары жайлы әңгімелеп берді. Бір қызығы, екеуінің мінезі де, дүние танымы да ұқсас болып шықты. Екі жастың арасында біртіндеп шынайы жақындық орнап келе жатқанын екеуі де аңғарды. Бірнеше апта өткенде екеуі достар ретінде жиі кездесіп жүрді. Жандос Аслымның ашықтығы мен даналығын, ал Аслым Жандостың жауапкершілігі мен мейірімділігін бағалай бастады. Олардың арасындағы достық сезімі махаббатқа ұласып, бір күні Жандос жүрегіндегі сырын ашуға бел буды. Аслым мен Жандос бірнеше жыл бойы кездесіп, ақыры үйленуге шешім қабылдады. Екеуінің сезімі нығайып, бірін-бір жақсы түсінгендіктен бұл қадамды көп ойланбай-ақ жасады. Жандос ата-анасына қызды таныстырған кезде әкесі мен анасы баласының шешіміне қарсы шықпады. Бірақ Жаңыл апаның жүрегінде күмән туындаған еді. Той күні жақындаған сайын дайындық қызу жүріп жатты. Аслымның да Жандостың да туыстары, достары осы қуанышты сәтке барынша атсалысты. Бірақ Жаңыл апа келіннің төркініне көңілі толмайтынын іштей білдіріп жүрді. Ол алғаш Аслымның ата-анасымен танысқан кезде-ақ оларды жақтырмаған болатын. Себебі қыздың отбасы тұрмысы қарапайым, орта шаруа адамдар еді. Жаңыл апа болса, баласы беделді отбасына құда түседі деп ойлаған. Той күні де сол көңілсіздік жалғасып, Жаңыл апа сыр бермесе де іштей риза емес екенін білдірді. Аслымның ата-анасы салт дәстүрге сай бәрін дайындап, құдалыққа лайық сый-сияпатын жасағанымен, Жаңыл апа өз сынын тоқтатпады. Той дастарханында өз туыстарымен отырып, көзінің астымен келіннің туыстарын бақылап отырды. Әр сөздеріне, іс-әрекеттеріне сынып көзбен қарап, ұлына лайықты отбасы емес деген ойға берілді. Той үстінде Аслымның әкесі құдасына сөз сөйлеп, «Біз Жандос пен Аслымды бақытты болсын деп барымызды салып отырмыз. Біздің қызымыз тәрбиелі, ақылды, осы шаңырақтың берекесін арттырады деп сенеміз» деген кезде Жаңыл апа көңілсіз күлімсіреп, үнсіз ғана бас изеді. Жандостың әкесі Жаңыл апаның көңіл күйін сезіп, ақырын ғана сыбырлады. «Жаңыл, неге көңілсізсің? Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр ғой. Балаларымыздың бақыты үшін қуанышымызды бөліспейміз бе?» Бірақ Жаңыл апа ауыр күрсініп, «Білмеймін, баламның таңдауы дұрыс па деп ойлаймын. Қыздың төркіні тым қарапайым, мен біздің әулетке лайықты емес деп санаймын. Сен өзің қарашы,
Құдаларының киімдерімен сөйлеу мәнері де ерекше емес. Осындай отбасының қызына сенім арту қиын деп ойын ашық айтты. Осы кезде Жандос анасын байқап қалып, оған жақындап: «Мама, не болып жатыр? Неге сонша көңілсізсің? Бүгін тойымыз ғой. Бізге қолдау көрсетсеңізші», деп сұрады. Жаңыл апа ұлына бір қарап, бірдеңе айта жаздап тоқтады. Келін болып түскеннен бері Асылымның өмірі күрт өзгерді. Жаңа үйге бейімделу оңай болмады. Әсіресе енесі Жаңыл апа қазымыр мінезді болғандықтан. Әуелде Жаңыл апа келініне жылы қабақ танытқандай көрінді. Бірақ уақыт өте келе оның мүлде басқа қыры ашыла бастады. Жаңыл апа үйде бәрін өз тәртібімен жүргізетін адам еді. Келіннің әр қимылы назарында, әр іс тексеріледі. Таңертең тұра салып келініне бір мін табу оның әдеті болатын. Келіннің дайындаған тамағы қанша дәмді болса да, Жаңыл апа әрқашан бір кінә тауып: «Етті жақсылап пісірмепсің, қатты болып қалған», деп басын шайқайтын. Келін шай қойғанда да, қонақтарға ас бергенде де енесі бір нәрсені сынға алып, барынша қазбалауға тырысатын. «Сен дұрыс төсек жинамайсың, біздің ауылда төсекті басқаша жаяды», деп енесі келініне қатаң ескертулерін айтып жүретін. Келін болса, оны тыңдап барынша тыныштық сақтауға тырысатын. Асылымның мақсаты енесінің көңіліне шығу, күйеуінің отбасына лайықты келін болу еді. Алайда Жаңыл апа қанағат табар емес. Бір күні Асылым шаршап, енесінің үнемі айтатын сындарын жүрегіне жақын қабылдай бастады. Оның көңілі толмайтын кейіп келінге ауыр тиетін. Бірақ Асылым ақылды, сабырлы келін еді. Енесінің талаптарын орындауға тырысты, бірақ ішінен үнемі сабырлықтың да шегі бар екенін сезетін. «Келінім, үйдің шаруасын жақсы істейсің, бірақ ширай түсуің керек. Осы үйдің тірлігін өз балаңдай қара», деп Жаңыл апа тағы бір ескерту жасағанда, Асылым үнсіз бас изеді. Уақыт өте келе Асылым енесінің мінезін жақсы түсіне бастады. Енесі оны жек көргеннен емес, өз ұрпағына, шаңырағына деген қамқорлығынан осылай қазмыр боп жүргенін аңғарды. Жаңыл апа да бір кезде жас келін болған, ал бұл мінез сонау уақыттан қалыптасқан тәрбие көрінісі еді. Келін сабырмен, ене өмірлік тәжірибесімен ақырындап бір-бірін түсініп, үй ішінде тыныштық орнай бастады. Асылым енесінің қаталдығына көндігуді үйренгендей болды. Бірақ бір сәтте оның сабыры таусылып кетердей көрінді. Жаңыл апа күн сайын жаңа ескерту жасап, келініне қысым көрсетуді тоқтатпайтын. Қанша тырысқанымен келініне көңілі толмайтын әдетін жалғастыра берді. Бір күні қонақ шақырылды. Үйге жақын туыстар мен көршілер келетін болған соң, Асылым барын салып дайындалды. Ол дастарханды әдемілеп жайып, әр тағамды мұқият пісірді. Шәйі де қоңыр, еттің піскенінен иіс бұрқырап тұрды. Қонақтар келіп бәрі жайғасқан кезде Асылым оларға шай құйып дастарханға ас қойды. Жаңыл апа қонақтардың алдында келініне күлімсіреп қарағандай болды. Бірақ көзінен сын көзқарас тағы байқалды. Тамақтанып отырып, Жаңыл апа кенет даусы қатқылдана түсіп: «Бұл етті тағы да қатты пісіріп жібергенсің. Бұрынғыдай емес, жұмсақ болу керек еді», деп қонақтардың алдында келініне ескерту жасады. Үстел басында отырғандар сәл абыржып қалды. Асылым қысылып ішінен қай жерін тағы дұрыс істемедім деп ойлады. Бірақ сыр бермей үнсіз бас изеп қоя салды. Қонақтар кете салысымен Жаңыл апа тағы келініне жақындап: «Қонақтарға құрмет деген сенің жасаған тамағыңнан көрінуі керек. Жай тамақ дайындап қоюмен болмайды. Ұсақ түйекке дейін көңіл бөлуің керек. Сенің әр ісіңді жұрт қарайды, соны ұмытпа», деп қазмырлығын жалғастырды. Асылым шаршағанын сезді. Ол көп күш салып, бәрін ойдағыдай жасадым деп ойлаған. Бірақ енесі оны мүлдем бағаламағандай көрінді. Жаңыл апаның келініне осылайша қатал талап қоюы оның тәрбиесі мен өмір сүру салтынан қалыптасқан еді. Бұл жерде өз қатесін сезу Жаңыл апа үшін әлі ерте еді. Оның ойынша өзі тек дұрыс жолды көрсетіп жүр, ал келін әрдайым тыңдауы керек. Келін мен ененің арасы күн өткен сайын салқындай бастағандай көрінді.
Аслым енесінің талабынан шаршаған, бірақ оны түсініп шыдамдылық танытудан басқа амалы жоқ еді. Ал Жаңыл апа болса, келінін әлі де тәрбиелей түсу керек деп есептейтін. Ол өзі қателесіп жатырмын деп ойламайтын. Керісінше, келіннің әлі де үйренетіні көп деп ойлайтын. Бірақ Аслым ішінен, бұлай жалғаса берсе, мен қалай шыдаймын деп ойланып қалды. Күндер өте келе, Жаңыл апаның келініне деген реніші күшейе түсті. Оның әр қадамын бақылап, сын айтып жүрген ене, уақыт өте келе келініне шыдамы таусылып, ұлы Жандосқа шағым айта бастады. Бір күні Жандос жұмыстан келгенде, енесі оны жеке шақырып алып, ашулы үнмен әңгіме қозғады. Балам, мен саған айтпай жүредім. Енді бұлай болмайды. Сенің қатының дұрыс болмай тұр. Үйдің шаруасына қырсыз. Мен айтқанда тыңдамайды. Еш нәрсені дұрыс істей алмайды, деді Жаңыл апа ашуын жасыра алмай. Жандос бұл әңгімеге таңданып қалды. Ол әлі күнге дейін анасы мен әйелінің арасына көп араласқан емес. Бірақ бүгінгі сөздері оны ойландырып қойды. Не боп қалды, мама? Аслымға неге ренжіп тұрсыз? Деп Жандос сабырлы түрде сұрады. Жаңыл апа осыны күткендей. Не ренжімейін? Қарашы, осы уақытқа дейін бір ісін дұрыстап істеген жоқ. Үйге қонақ келсе, дастарханды оңдырмайды, тамақты дұрыс пісірмейді. Мен шаршап келсе, маған қамқорлық танытпайды. Сендер не білмейсіңдер? Бірақ осы үйдің тәртібімен мен бекіттім. Мен осында бәрін жүргізіп отырмын. Сенің қатының болса, әлі де үйдің ісіне қырсыз. Менен бір нәрсе үйренбейді. Тыңдағысы келмейді деп енесі келінін толық кінәлі етіп шығарды. Жандос анасының ашуын түсінсе де, іштей әйелін ақтағысы келіп тұрды. Ол Аслымның бәрін жасауға тырысатынын білетін. Бірақ анасының айтқан сөздерін елемей қоя алмады. Мама, сіз қатты кетіп жатқан жоқсыз ба? Аслым жақсы әйел. Бәрін өзіңіз үйретіп жатырсыз ғой. Уақыт өте келе үйреніп кетеді деп ол анасының көңілін баспақшы болды. Бірақ Жаңыл апа бұл сөзге қанағаттанбады. Керісінше, ұлының өз жағына шықпағанына ренжіп, даусын көтере түсті. Сен не, мені тыңдамайсың ба? Қатыныңды жақтап тұрғаныңды қарашы. Мен саған жақсылық тілеп тұрмын. Ал сенің әйелің сенің өміріңді оңдырмайды. Тәрбиесіз келін болады деп ойлаған жоқ едім. Бірақ мына түрімен сендерді де шаршатып бітеді. Жандос үнсіз қалды. Ол анасының пікіріне қарсы шығудан қорықты. Себебі Жаңыл апа ешқашан жеңілмейтін адам еді. Бірақ әйелі туралы мұндай сөздерді есту оған ауыр тиді. Жандос анасының сөзіне ойланып кешке үйге келісімен Аслыммен сөйлеспек болды. Ол әйелінің жайдары мінезін білсе де, бұл әңгімені бастауы оңай емес еді. Екеуі кешкі асты ішіп болған соң, Жандос аздап үнсіз отырды да бір сәтте сөз бастады. Аслым, бір нәрсе айтқым келеді, бірақ сен дұрыс түсінсең екен, деді ол сабырлы дауыспен. Аслым күйеуінің не айтарын сезгендей болды. Соңғы күндері Жандос анасының көңілсіз екенін байқаса керек. Иә, не болды, айта бер, тыңдаймын, деп Аслым күлімсіреп жауап берді. Бірақ оның да ішінде енесінің көңілінен шығу оңай емес екенін сезіп жүргені анық еді. Жандос терең тыныс алып сөзін жалғастырды. Аслым, анам сенің кейбір істеріңе риза болмай жүр. Ол кісі көпті көрген, бәрін өз жолымен жасағысы келеді. Сенің тырысып жүргеніңді білемін. Бірақ анамның айтқандарына көбірек құлақ асқан дұрыс сияқты. Ол кейде қатал болып көрінуі мүмкін, бірақ жамандық ойламайды. Анамның көңілін табу оңай емес. Бірақ оның талабына көнсең, бәрі де жақсарады, деді. Аслым бұл сөздерді естіп жүрегіне ауыр тиді. Ол ұзақ уақыт бойы енесінің барлық ескертуіне шыдап келді. Енді күйеуі де анасын тыңда деп отыр. Ол өзін түсінбеушілікке ұшырағандай сезінді. Жандос, мен барынша тырысып жүрмін. Анаңның айтқандарын орындап келемін. Бірақ кейде не істесем де көңілінен шықпайтын секілдімін. Мен тағы не істей аламын деп көңілі түсіп жауап берді. Жандос әйелінің көңілін түсіріп алғанын байқады. Бірақ жағдайды жұмсартуға тырысып, мен сенен көп нәрсе сұрап тұрған жоқпын. Тек анамды ренжітпеуге тырысшы. Кейде шыдам керек. Уақыт өте келе ол да саған үйреніп,
сенің еңбегіңді бағалайды. Сендер екеуің де маңызды адамсыңдар мен үшін. Сол үшін бұл кекілшіңді ушықтырмауға тырысайықшы деп оның қолын алды. Асылым бұл сөздерге үнсіз келісті. Бірақ ішкі күйзелісі күшейіп бара жатты. Асылым мен Жандос үйленгеннен кейін 3 айдай уақыт өткенде Асылымның аяғы ауыр болды. Бұл жаңалықты естігенде Жандос қатты қуанып, болашақ әке атанатынына көңілі көтерілді. Ал Асылым болса, бір жағынан қуанышқа бөленсе, екінші жағынан енесі оған қалай қарайтынын ойлап уайымдай бастады. Себебі бұрыннан ақ енесі оның әрбір ісін сынап, үй шаруасына аямай жұмсап жүрген еді. Асылым жүктіліктің алғашқы айларында өзін жақсы сезінгенмен, уақыт өте келе әлсіреп жиі шаршай бастады. Бірақ бұл енесінің оған деген қарым-қатынасын өзгертпеді. Келіннің аяғы ауыр екенін біле тұра ол ешқандай жеңілдік бермей, оны күнделікті шаруалармен аямай шаршатты. Таңертең ерте тұрып, үйді жинап, тамақ әзірлеп шаруаларға кіріссе, Жаңыл апа келіп тағы да ескерту жасайтын. Қарашы, Асылым еденді дұрыс жумапсың. Жүкті екенсің деп үйді қалай болса солай қалдыруға болмайды. Әйел адам қандай жағдайда болмасын, үйдің тазалығына жауапты деп енесі қайта-қайта сынап отырды. Асылым сыр бермеуге тырысты. Ол өзінің кінәлі сезініп, енесінің талаптарын орындауға тырысатын. Бір күні таңертең енесі оны тағы да шақырып: келін, бүгін қонақтар келеді. Үлкен дастархан жасап, бәрін дайындау керек. Мен базарға барып келемін. Сен осы аралықта үйді толық ретке келтір деп тапсырма берді. Жалғасын келесі бөлімнен тыңдай аласыздар.